Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Қазақстанда жеңілдетілген автонесие бағдарламасы бойынша өтінімдерді қабылдаудың пилоттық платформасы іске қосылды. Өтініштер 6 ақпанда Астана уақыты бойынша сағат 10:00-де autonesi.kz ресми сайтында қабылданады. Өтінім беру үшін өтініш берушінің компьютері электрондық цифрлық қолтаңбасы интернет болу керек. Сондай-ақ автокөлік өндірушілері мен алдын ала келісуі қажет. Платформаға Қазақстан аумағынан ғана тіркелу мүмкіндігі бар. Өнеркәсіпті дамыту қоры басшысының орынбасары Ринат Гаппаровтың айтуынша, өтінім беруші бағдарлама шеңберінде бұрын автонесие алған болса, немесе платформада өзекті өтінімі болған жағдайда өтінім қабылдайды. Жеңілдетілген автонесие бағдарламасының шарттары өзгеріссіз қалды. Қаржыландыру сомасы 10 миллион теңгеден аспайды. Қаржыландыру мерзімі 7 жылдан аспайды. Бастапқы жарна 0%, бір автокөліктің құны 15 миллион теңгеден аспауы керек. Біріншіден, осыған дейін бағдарлама аясында несие алса, бұл адамның өтінімі қабылданбайды. Екіншіден, платформада осы адамның өтінімі бұған дейін енгізіліп, қарастыру кезеңінен өтіп жатса, жаңа өтінімді қосу мүмкіндігі болмайды. Үшіншіден, бағдарламаға қатысып жатқан банкте қаражат лимиті таусылса. Ринат Гаппаров автокөлікпен несиені берудің толық рәсімін 60 күннің ішінде аяқтау керек екенін айтты. Осы рәсіммен аталған мерзімде өте алмағандар пулдан шығарылып, өтінімді қайтадан беру керек екенін айтып өтті. Атап айтқанда, өтінімі мақұлданған адамдар төлем шотын алу үшін автосалонға барып, кейін банктегі құжаттарды рәсімдеуі тиіс. Өнеркәсіпті дамыту қорының басқарушы директоры Ғалымжан Әди өтініш бергендердің біріне жеңілдетілген автонесие берілмеген жағдайда ақша 1 айдан кейін жаңа өтініш беретін келесі үміткерлерге аударылатынын айтты. Назарларыңызға рахмет. Каналыма жазылып, лайк басып, қолдап қойыңыздар.